لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. वो जिधर मकली ने जाला बनाया था वो भाई बाहर निकलना जाने शरीर वाला इधर से पीछे से आना उधर से बाहर निकलना है वो जगह Mekke'nin tungu korunusu Hakbak'a karay bit aldık. İnşallah buyursa Cuma kırdı. Hakbak'a varıp duamızı жасауға. Beşşarık assalamu aleykum başağa. Ben Hakba'dan Aksam işler, Karam işler şüphetimin amanat dualarda barlığında bitirdim. Allah Teala'ga endiga kalgan amal sol duaga, yani dualarga hareket amal etip kaldı. Haram işine karay yol başlıkta yatатын yerden onday olsa emas. 1 kilometr masonday. Cuma qasiyetli Cuma bugün kirdi. Oğan dua tilegimizni namazımızda okup qaytuga yatar aldında Mekke'ye deb Ka'baga bet aldı. तो हमने का एक काम करें किसी में आएगा बड़ा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasiyetli Jumaga chiqdik buyursa. Qasiyetli Juma kuni bugun qasiyetli Ka'baga Juma o'quga chiqdik. Buyursa qasiyetli Jumadan keyin bizler Medina safarına atlanamiz. Safarımız Medine'min жалғасып Medine'min ayaklanıp sol yaktan uçakka minemiz Allah kalır. Amerika şortlarında milyonlar Allah
Артында жатқан біздің өзіміздің топтың жігіттері. Осы үшеуміз бір бөлмеде жатамыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қасиетті жұмаға шықтық бұйырса. Қасиетті жұма күні бүгін қасиетті Қағбаға жұма оқуға шықтық. Бұйырса қасиетті жұмадан кейін біздер Медина сапарына аттанамыз. Сапарымыз Мединамен жалғасып, Мединамен аяқталып, сол жақтан ұшаққа мінеміз Алла қаласа. Артында жатқан біздің өзіміздің топтың жігіттері. Әл-Харам мешіті жұма намазы жақындауға мүмкіндік жоқ. Мүмкін емес жақындауға, адам дейтін мүмкін емес. Қағбаға қарай. Бағытымыз Қағба. Қайда біздің жігіттер? Міне, екеуі артында бірге келді. Үндеме, видео, YouTube. Міне, Абдулбасыр. Жұмаларың қабыл болсын. Солай. Жұмаға кіру мүмкін емес. Сағыз демалмеші бак, үй блокна. Нағыл дейді. Ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін қасиетті жұма күні біздер бір сағаттан артық астам сәл ертерек шықсақ та біздер Әл-Харам мешітіне жете алмай жол жабық. Адам дейтін мүмкін емес. Бұл жер сондай қастерлі, қасиетті жер болғандықтан адамдар таңертеңнен бастап орын алып қояды екен. Біздер бірақ енді дегенменен Әл-Харам мешітінің территориясындамыз. Бұның аты Нұрлан, өзеннің жігіті. Бұны ағамыз Расул дейтін. Жұмыста да Расул бар еді. Содан қажыға барсам да Расул жүр қасында. Солдай болып отыр я. Альхамдулиллах. Өзіне айтам ғой. Сенен қашаға кетсең де құламадың қасында тағы Расул бар дейсің. Ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Намаздан қайтып келе жатырмыз. Өзіміздің қонақ үйге. Бұйырса Алла Медина сапары шүкір. Mekke'de күн шаңдық қазір кеше 25-30 градустай бар. Ardımızda top, aldığımızda top, aynalarımız top. Mümkün emes adam. Aras olmayıp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Қалайсыңдар бауырларым, баршаңызға осы қасиетті мекенде Алланың қонағы болуды нәсіп етсін. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға сәлем беріп зиярат етуді нәсіп етсін. Енді біздің осы Мекке қаласындамыз қазір. Жұма намаздан шығып қонақ үйге барамыз. Алла қаласа Медина қаласына сапарымыз жалғасады.
Medine қаласында 3 күн боламыз. Сол жерден тіке ұшақпен Ақтауға жетеміз бұйырса. Қазір қонақ үйге жақындап қалдық. Яғни міне қонақ үй тоңына тұрған ұзын маудың біреуі Қағба мен екі ара жаяу жүретіндей жақын. Міне баршаңызға осындай құлшылықты нәсіп етсін. Алланың қонағы болуды нәсіп етсін. Мына жер қасиетті мекен. Әр минуттың өзінің берекесі бар. Қонақ үйдің алдында автобусымызды күтіп тұрмыз. Медина қаласына бұйырса жолға шығамыз. Мекке қаласында бір апта болып, қимай қоштасып барамыз. Алла тағы да өзіне қонақ болуды нәсіп етсін. Амин. Бұл сапарда оқылатын дұға. Алла тағала жолыңызды берсін. Амин. 5 сағат жолымыз бар, құрметті қажылар. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 14 күн жүріп барған дедік. 5 сағат не болады, иншалла, жүріп барамыз Мединаға бару үшін. Алла тағала жолымыз нәсіп етсін, сәттілік берсін. Бисмилля, жүреміз. Халас, ұры. Тамам. Бисмилля. Құрметті қажылар, енді Мекке қаласындағы 7 күніміз Алланың қалауымен бітіп жатыр. Кім тіздеңіз? Бар. Нұрдария бар ғой, жарқырап, нұрланып бар жақ. Нұрдарияны тастап алып, басқан тастап кетсе. Нұрдария, бер қараш. Так, құрметті қажылар, Нұрдария. енді Мекке қаласында 10-ында келдік, 17-сінде кетіп бара жатырмыз. Алланың қалауымен Алла тағала біздерге үлкен мүмкіндік беріп, 7 күн болдық осы қалада. Жеті күн болдық осы қалада. Енді мына 7 күннің нәтижесін шығару керек. 7 күнде не істедік біз? Үшіншісі бар, төртіншісі бар. Тауафтар жасадық. Барлығы енді 7 күн өтті. Ары қарай бітті, Құдайға шүкір деп емес. Бізде не? Қияметке дейін құлшылық жалғаса береді. Қияметке дейін құлшылық жалғаса береді. Имам Ахмад не дейді? Матарраха я имам деген кезде рахат қашан имам дейді? Рахат қашан рахаттанамыз? Ауал хутватин фил джаннати. Бірінші аяғың жәннатқа кірген кезде дейді. Оған дейін осылай енді шыж-быж өмір. Тұрмыс тіршілік кете береді. Бағынамыз осының бәріне. Иншалла жәннатқа кіріп кеткенше, Алла тағала жолымызды бергенше бізді тура жолда сақтасын, тура жолда қылсын. Тағы да үлкен қажылыққа, умраға келулеріміз нәсіп етсін. Меккедегі соңғы күніміз болып қалмасын. Алла тағала иншалла нәсіп етсін тағы да. Алла тағала баршамызға осылай ғибадатта біріккен мұсылмандар болып бірге жүруді нәсіп етсін. Енді біздер, құрметті қажылар, жалпы әрбір нәрсенің соңында бір нәтиже болады. Кез келген нәрсенің, егіннің де соңында жемісі болады. Жалпы жұмыстың да соңында бір жемісі болады деген сияқты. Меккеден кетерде де жалпы әрдайым мұсылман адам Ал қажекелер жақындаймыз. Әжелеріміз қайда? Екі әжеміз бар. Соған бәріміз қарап жүреміз. Так, құрметті қажылар, қараңыздар, бұл сіз тұрған қазір алдындағы мешіт, бұл Абу Бакр радиаллаху таала анху мешіті. Абу Бакр деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ең жақын досы және осы үмметтің ең абзал адамы. Ең абзал адамы Абу Бакр. Абу Бакр радиаллаху таала анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан кейін мұсылмандардың алғашқы халифасы.
алғашқы халифасы. Және мұсылмандар оны, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынау халифа болады, анау халифа болады деп айтып кетпеген, бірақ ана жақта тұрған мына жерде бір белгі бар. Сол жерде Абу Бәкірді сайлаған халифалыққа. Яғни дауыс берген Абу Бәкір біздің халифамыз болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазға менен кейін Абу Бәкірді шығарыңдар деген. Абу Бәкірді шығарыңдар деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні сахабалардың ортасында тұрып айтады: кім бүгін садақа берді? Бәрі үндемейді. Абу Бәкір мен. Омар ибн Абдул-Азиз деген мұсылмандардың 5-ші басшысы деген атаққа махаббатына ие. Абу Бәкірдің радиаллаху анху мешіті Медина қаласында. Абу Бәкір радиаллаху анху мешіті. Omar tamam. Peygamberimiz ortasında жатыр. Yani buna bildirdiğimiz arkadayımız ortasında yedi. Bildirdiğimiz Resulullah'ın adı şurat. Abu Bakr Omar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem жатқан мешіт. Сол жерден топтанып жүріп намаздарымызды оқып келе жатырмыз. Енді күндіз мына тұрған шошайып тұрғандар барлығы дерлік дейіне зонтик. Күндіз ашылып зонтик болады. Күнен кетсе осы жерлерге барлығына жамағат 800-600 мың адам сыятын мына мешіт оқиды. Мешітте 600 мың адам оқитын. Сондай сыйымдылығы 600 мың адам. 600 мың адам намаз оқиды мына мешітте. Мыналар зонтик күндіз ашылады. Biz қазір Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға сәлем беріп қайтып келе жатырмыз. Ассаламу алейка ва расулуллах. Осының қасында екі сахабаласы бар. Ассаламу алейка ва Абу Бәкір. Және біреуі сахаба Ассаламу алейка ва Омар. Осы үшеуіне сәлем беріп мешітте өзіміздің парыз вәжіп намаздарымызды өтеп қонақ үйге бара жатырмыз. Ертең жәннат бақшасына кіреміз бұйыртса. Мынау Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның Мединадағы мешіті, түнгі көрінісі. 600 мың адам сыйып намаз оқитын мешіт. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі жатыр осы мешіттің. Ар жағында жаңа біз кіріп сәлем беріп кеттік, шықтық. Кіріп сәлем беруге болады.